Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Әкімдерде ықылас жоқ. Жап-жас премьер-министр туристік саланың кенже қалғанын қатаң сынға алды. Кейбір өңірлерде инвестиция тарту деңгейі керісінше төмендеп кеткенін көріп отырмыз. Олардың қатарында Атырау, Қарағанды, Жетісу, Павлодар, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарын атап өтуге болады. Бұл өңірлер тарихи мәдени мұраларға бай әрі көрікті жерлер деп саналады. Демек, әкімдіктерде бұл бағыттағы жұмысты тиісті ықылас танытып отырған жоқ деген сөз. Өйткені дәл осы проблемалар туризмнің дамуына тұсау болып отыр. Елімізде көздің жауын алатын көрікті жерлер көп, бірақ оларға жетудің өзі бір мұң. Әзірге жағдайдың өзгеретін түрі байқалмайды. Мысалы, Шығыс Қазақстанды немесе Балқаш пен Алакөлді алып қарайтын болсақ, не сапалы жол жоқ, не аялдайтын арнайы тұрақтар мен кемпингтер қаралмаған. Туристер күйі кеткен демалыс орындары мен ондағы санитарлық талаптарға сай келмейтін қолайсыз жағдайларға мойынсұнуға мәжбүр, дейді Бектенов мырза. Үкімет басшысы мемлекет басшысы айтқан инфрақұрылымды кешенді түрде дамытып, сервис сапасын түбегейлі жақсартуды тапсырғанын еске алған болатын.